Ал видео басламай тұрып менің телеграм каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Онда ютубта шығатын жаңа видео туралы ақпараттар болатын болады. Ссылка төменде. Тіркеліп кетіңдер. Жез тырнақ көбіміз білетін мифтік тіршілік иесі. Ұзын тырнағымен көзіне көрінгенді екіге бөліп жібере алады. Және де бүгін біз бұл кейіпкер туралы айтпаймыз. Себебі ондай видео каналда бар. Көріп кетіңдер. Керісінше бүгін біз осы кейіпкер туралы айтылатын қазақ фильм студиясы жасаған Тимур мен Жаник мультфильмін айтатын боламыз. Кішкентай кездің психикасын бұзған мульт. Қалай жез тырнақ екі баланы жеп қойғысы келген туралы мульт. Керемет. Қой, видеоны көп ұзартпай бастайын. Ал сендер каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар, және де өз ойларыңды комментарияға жазып кетіңдер. Себебі осы заттар менің каналымның дамуына зор үлес қосады. Және де осы видеоны рекомендацияға шығара бастайды. Ал мен көп ұзартпай бастайын. Кеттік. Так, мен барынша осы мультфильмді қысқартып айтуға тырысамын. Мульт балалардың ойнап жатқаннан басталады. Байқап тұрған шығарсыңдар, өте жаман сапада. Онда өз себептері бар. Мульт 1920-да 1080 пиксельмен жасалмаған. Біраз төменірек, сондықтан сапада жаман. Тек бұл мультик емес, мен обзор жасаған басқа да мультиктер 1920-да 1080p мен жасалмаған еді. Сондықтан жаман сапада. Жақсы, жалғастырайық. Сол балалар ойнап жатады. Бір момент байдың баласы өзінің жаңа ойыншық көлігімен шығады. Бірақ ол көлігін ұзақ айдамай қалады. Алайда. Ойбай, аяқ. Байқап жүрсем жаңа ғана айттым ғой саған. Алашары соғып қалды. Сол сәтте басты кейіпкерді Тимурды оның анасы тамақ ішуге шақырады. Ол тук-тук етіп үйіне қарай көтеріледі. Тамақ жеуге отырады. Және де оның жанында оның братчикасы отыр екен. Жаник, кішкентай пупсик. Оған сразу же ботқа лақтырып бастайды, себебі оның ойыншығын бермей қояды. Ал Тимур болса оған жез тырнақ келіп сені жеп қояды деп оны қорқыта бастайды. Және де екеуі қырылады. Мамасы оларға қырылмай тыныш отырыңдар деп өзі бір жаққа кетіп қалады. Екеуі отыр. Бірақ қайта қырылып бастайды. Және оған ойыншықты лақтырған соң Тимур қайта оны жез тырнақ келіп сені жеп қояды деп қорқыта бастайды. Бірақ сол сәтте найзаға ойнап есікке біреу соға бастайды. Тимур есікті ашса бір әжей. Тимур түк түсінбей сол әжені үйге кіргізеді. Кездеспей қалғанбыз ғой. Мен келдім. Бұл неткен кереметі ес. Етпен бе? Картоппен. Қане мұнда не бар екен көрелік? Әже, киіміңіз қызық қой. Әжелердің бәрі осылай киінеді. Менің кіші немерем қайда екен? Менің тәтті балам осында екен ғой. Көшектен қорқып кеттің. Қой, қорқпа. Сен қылықтарына қарашы, кәне жат. Тек тұр. Ал енді атқа мінесің бе? Кел, отырғызай. Ал отыр. Ал енді шап. Мен қуалаймын сені, мен қашамын, қаштым, шаба ғой батырым, шаба ғой, шап. Ұста. Әже, бетіңізді неге жауып жүресіз? Даусыңыз да бір түрлі. Тұмау тимеді. Жез тырнақ. Ал батырым шаба ғой, ал батырым шаба ғой. Ал батырым тездетіп, шаба ғой. Кәнді. Ұста.
бір түрлі әже емес жезтырнақ болып шығады. Және де Жаникті өзімен бірге тоңазытқыш қалып кетеді. Бірақ ол кіріп еді, тоңазытқыш үлкейіп кетеді. Тимур көз алдында не болғанын түсініп, інісін құтқару үшін керекті заттарын алып, текпешекпен түсе бастайды. Амал жоқ, құтқару керек. О, қисық аяқ. Түскен жоқ, короче, доңғалып кетті ғой. Ал төменде бір түрлі бұқа отыр екен. Түрі бір түрлі екен конкретно. Короче, осы бұқа екі әлемнің арасында телепорт жасады. Сол Тимурды кесесімен жабатта жезтырнақ келген әлемге өткізіп жібереді. И сол жерде Тимур таныс дыбысты естіп, Жаникті іздей бастайды. Бірақ құлап кетеді. Дәл жезтырнақтың қазанына құлап кетеді, прикинь. Бірақ өкінішке орай ол алған ойыншық қаруы жезтырнақты тоқтата алмайды. И ол Жаник отқан қамауға түсіп қалады. Бірақ оп-оңай шығып кетеді. жезтырнақтың көмекшіден ұсталып қала жаздап екеуі қаша жөнеледі. Бірақ жезтырнақ екеуінің қашып кеткенін біліп қойып, олардың артынан қуа жөнеледі. Ана жер. Өте қорқынышты сәт. Соңында екеуі ұсталайын деп қалғанда, олар әлгі бұқа өз әлеміне қайтып телепортация жасап жібереді. Екеуі тығылып отырса, мамалары нақ тығылып отырсыңдар деп, әжелерің келді деп барып амандасыңдар дейді. Екеуі қайта қорқып кетеді, бірақ бұл жолы ешқандай жезтырнақ емес екен. Өздерінің әжелері. Короче, оригинал ғой, короче. И мультик өте әдемі нотада бітеді. Ал осымен мен де аяқтайын. Сіздермен болған мен Олжас. Тоқбай достар, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар, және де осы каналға тіркеліп кетіңдер. Ал сау болыңдар.